Сырат көпір. Бұл жұмбақ әлем туралы біз не білеміз? Сырат көпір деген не? Одан қалай өтеміз? 7 жерде 7 сұрақ қойылады дейді. Ол қандай сұрақтар? Ол сұрақтарға жауап бере аламыз ба? Сырат көпір туралы әрбір мұсылман білуі тиіс. Өйткені ол Алла тағаланың бізге дайындаған емтиханы. Содан аман-есен өтсек, арғы жағы мәңгі жәннат болмақ, жауап бере алмасақ тозақ болары анық. Ол үшін адамда Алла тағалаға деген шын сенім, иман керек. Біз бүгін осы мәселелер төңірегінде сөз қозғаймыз. Көптеген сұрақтарға жауап аламыз. Тыңдауға дайынсыз ба? Онда жайлыра отырып алыңыз. Видеоны сабырлықпен соңына дейін үзбей тыңдаңыз. Әйтпесе түсінбей қаласыз. Соңында өз пікіріңізді жазыңыз. Ой бөлісіңіз, ал ендеше бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сырат тозақтың үстінен өтетін жол, яғни көпір. Әрбір пенде осы көпірден өтеді. Сырат көпірінен өтудің жеңілдігі не болмаса қиындығы пенденің осы дүниеде жасаған амалына, тақуалығына, ықыласына қарай өзгеріп отырады. Алла тағала қасиетті Құранда былай дейді: «Уа адамдар! Сендерден жаһаннамның басына бармай қалатын, соқпай кететін ешкім болмайды. Бұл Раббыңның мөрі басылған кесімді үкімі». Содан кейін Аллаға асылы қылудан қорыққан тақуа жандарды құтқарып, есесіне Аллаға өзгелерді серік етіп қосу һәм күпірлік қылу арқылы ең үлкен зұлымдықты жасаған залымдарды жаһаннамда тізе бүккен күйі қалдырамыз дейді. Мәриям сүресі 71-72 аяттар. Ол қашан болады? Адам баласы қабірде үнсіз жатқанда бір дыбыс естиді. Бұл олардың қайта тірілуіне ишара білдірген Исрафилдің алейхиссалам сүр дауысы. Құранда ендеше олардан бет бұр. Әлбетте бір күні шақырушы Исрафил алейхиссалам барлығын еш көрмеген таңқаларлық ақиқатқа, қабірдегі адамдарды махшар алаңына жиналу үшін сұр үрлеп шақырады. Олар үрейленіп, айналаны бірден шегіртке қаптап кеткендей қабірлерінен шығады дейді. Қамар сүресі 6-7 аяттар. Исрафил алейхиссалам періштенің алғаш рет сұр үрлегендегі жағдайды Құран. Сұр үрлеген күні Аллах қалаған біреулерден басқа көктерде болғандар да, жерде болғандар да үрейленеді. Сондай-ақ барлығы Аллахтың алдына сүмірейіп келеді дейді. Нәмл сүресі 87 аят. Сонда бір рет сұр үрлеген сәтте жер мен таулар көтеріліп, соғылып күйреген сәтте. Міне сол күні қиямет уақиғасы болады. Сол күні көк жарылып, босайды деп суреттейді. Хаққа сүресі 13-16 аяттар. Сөйтіп қиямет күні ашумен басталады. Екінші сүр үрлегенде күллі адамзат қайта тіріліп, Аллаға есеп беру үшін махшар алаңына жиналады, дейді. Ясин сүресі 51 аят. Адамдардың махшар алаңына жиналу сәті аятта былай келтіріледі. Олар қабірлерінен көздерін сүмірейтіп, шашыраған шегіртке құсап келеді. Шақырушы жаққа жүгірген кәпірлер, бұл ауыр күн дейді. Қамар сүресі 7-8 аят. Сол күні тақуаларды Рахманның құзырына қонақ түрінде жинаймыз. Мариям сүресі 85 аят. Оларды жинайтын күні дүниеде күндіз 1-ақ сағат тұрғандай болып, олар бір-бірін таниды. Юнус сүресі 45 аят. Бұл қорқынышты жағдайда қайта тірілген адамдарға олардың өмірлеріндегі істерінің жазбасы, амал дәптері қолына беріледі. Құран ол туралы былай дейді: Міне сол кезде кітабы, амал дәптері оң қолына берілгендер масайрап былай дейді: келіп, менің кітабымды оқыңдар. Өйткені мен есеп беретінімді ескерген болатынмын. Олар жайлы өмірде, жоғарғы жұмақта Әл-Хаққа сүресі 19-22 аяттар. Кітабы сол қолына берілгендер болса, былай дейді: қап, кітабым маған берілмегенде ғой. Есебімнің де қандай екенін білмей-ақ қойғанымда болар еді. Оны ұстаңдар да тозаққа тастаңдар. Әл-Хаққа сүресі 25-27, 30-31 аяттар. Өзінің амал дәптерін көргенде, әркімнің онда жазылғандарды оқып қатты таңғалатыны айтылады. Өйткені өмірінде жасаған әрбір ісінің бүге шігесіне дейін түк қалдырмай тіркелгенін көреді. Құран олардың таңғалып былай дейтіндерін айтады: Мәссаған, мынау не деген дәптер десеңші, ірі ұсақ демей бәрін жинапты. Кәхф сүресі 18-49 аяттар. Олар бізге, қасіретке, бұл қандай кітап? Онда бәрі жазылады, және үлкен де, кіші де күнә қалдырылмайды. Сондықтан олар не істегендерін көреді. Ал Алла тағала ешкімге әділетсіздік жасамайды. Кітаптың тұсаукесері махшарда өтеді. Сырат көпір қандай? Сөйтіп жиын алаңында махшарда тұрып, істерге баға беріп, қимыл қозғалыстарды таразылаған соң, халық сират деп аталатын көпірге бет алады. Бізге жеткен хадистерде қыл көпірдің жетер шеті шексіздікке пара-пар, жалпақтығы инедей, өткірлігі қылыштың жүзіндей деп айтылады. Ал оның ұзындығы 15 000 жыл қашықтыққа тең дейді. Салман әл-Фарисиден, радиаллаху анху, пайғамбардың салаллаху алейхи уәсәләм былай дегені жеткізеді: періштелер ұстарадай өткір сыратты келіп орнатады.
олар Алла тағаладан, оны кім жеңе алады деп сұрайды. Сонда Алла, мен жаратылыстарымнан кімді қаласам дейді. Періштелер, сен қасиетті әрі пәксің. Саған дұрыс құлшылық етпедік дейді. Хадисті Әл-Хаким жеткізген. 4 том 586 бет. Ал Әл-Әлбани оның сенімділігін Сахих ат-Тарғиб уа Тархибте 3626 растаған. Пайғамбарымыздан салаллаху алейхи уә сәлем келген хадисті Әбу Саид Әл-Худридің жеткізуі бойынша, адамдар ол көпірден найзағай секілді бір сәтте өте шығады, жел секілді және құстай ұшып өтеді, ең жақсы айғырдай зымырайды, енді басқалары жаяу жүріп өтеді. Ал біреулер көпірдің тікенектері мен ілгектерінен амалдап өтеді, біреулер оған іліне, денесін тілген күйде өтеді. Бірақ ол сол тілінген денемен шығады, ал енді біреулерді ол тозаққа түсіреді. Бұхари, Мүслім. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм хадисінде, содан кейін олар көпір әкеліп, оны тозақ жоталарының үстіне орнатады дегенін жеткізген. Сонда біз, уа, Алланың елшісі, көпір деген не? деп сұрадық. Ол, мұз сияқты тайғақ ілгектері мен шым-шымдары кең, тікендері нажда өсетін саданның тікеніндей деп жауап берді. Хадисті Әл-Бұхари 7440 жеткізген. Әркім өз өмірінде жасаған жақсылықтары мен жасаған күнәлар үшін сұралады. Жоғарыда айтқанымыздай, 7 сұраққа жауап бермейінше ешкім көпірден өте алмайды. 7 аялдамадан 7 сұрақ. Пайғамбарымыз Сырат көпірінде әр мұсылман 7 сұрақтан, яғни иманнан, намаздан, оразадан, қажылықтан, зекеттен, ғұсылдан және құл ақысынан есепке тартылады. Құл ақысына қатысты сұрақтан күнәсіз болса да, тіпті пайғамбарлар да қорқады деген. Бірінші иманымыз, иман әмәнту деп білдірілген 6 негізге сену деген сөз. Иманы болмағандар тозаққа түсіп, онда мәңгі қалады. Сондықтан иманнан айыратын, күпірлікке себеп болатын жайттарды жақсылап үйренуіміз керек. Иманды қабылдауға мүмкіндігі бола тұра оны қабылдамағандар. Кәпірлер топ-топ болып тозаққа қуылады. Жаһаннамға келгенде тамұқ есіктері ашылады. Тозақты басқаратын періштелер олардан, сендердің өз іштеріңнен Алланың аяттарын оқып беретін, бүгінгі жүздесу күні болатынын ескертетін пайғамбар болмады ма? деп сұрайды. Ондайлар болған дейді олар. Бірақ азапқа ұшырау бұйрығы кәпірлерге тиісті болды. Тозақтың қақпаларынан кіріңдер. Тозақта мәңгі қалыңдар. Мен менсінгендердің баратын орны құрысын, дейді періштелер. Зумар сүресі 71-72 аяттар. Тозақ адам баласын азаптауға арналған мекен болғандықтан кәпірлерге тоймай, қарсы келгендерді тастаған сайын тағы да тастауын сұрайтын болады. Құранда, сол күні біз тозаққа толдың ба? деп сұраймыз. Тозақ тағы да бар ма? дейді деп келтіреді. Қаф сүресі 30 аят. Кәпірлер тозаққа кірген соң тозақ есіктері жабылып, ең ауыр да қорқынышты жағдайға душар болып, мәңгілік азап басталады. Біз тозақта болатын азапты тек шектеулі ақылымызбен ғана ұға аламыз. Ауыр азап жайында Алла тағала. Ол күні күнәһарды Алла жазалағандай ешкім жазалай алмайды. Ешкім Алла байлағандай байлай алмайды деп ескертеді. Фәжр сүресі 25-26 аяттар. Тозақта адамның 5 сезім мүшесі толықтай ауыр азапқа тартылады. Яғни көзінің жазасы берілсе, құлағы бақырған, ойбайлаған, шыңғырған дауысты естіп, мұрны ең жаман жиіркенішті сасық иіске толады, тілі ең ащы дәмді, қан аралас іріңді ішеді, терісі мен денесі отқа жанып, қайта жаңа тері бітіп, қатты азапты тартады. Бұл бітпес азап мәңгілікке жалғасатын болады. Осындай азаптан құтылу, тіпті бір сәтке болсын тоқтау үшін жалынып, жалбарынады. Бірақ ешкім оған жауап бермейді. Екінші намазымыз, бірінші сұраққа сәтті жауап бергеннен кейін, екінші сұрақ қойылатын жерге көшеміз. Әрине, бұл жерде иманнан кейінгі екінші діңгегі саналатын намазымыз болмақ. Яғни ислам сенімінің тірегі намаздарымыз толық және шынайы болса, жағдайымыз жеңілдей түседі. Бірақ намаздарымыз толық болмаса, сенім ғимараттарын құлауы мүмкін. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уә сәлем айтқандай, намаз исламның тірегі. Оны тастаған адам дінін бұзады. Егер бізге жалын тигенін қаламасақ, біз намаздарымыздың ғимараттың берік тіректері сияқты өмірімізде орны болуын қамтамасыз етуіміз керек. Егер біз жарықтарды кішкентай иненің көзінен де көрсек, сәждеде басымызды көтермес едік. Үшінші, жақсы, иманымыз мықты, құлшылығымыз дұрыс болса. Үшінші кезеңге көшеміз, ол зекет. Зекеті берілмеген мал-мүлік, ақша тозақ отында қыздырылып, иесінің маңдайына, бүйіріне, арқасына мөр сияқты басылады. Зекет шарттарына сай түрде берілуі тиіс. Тәуба сүресі 34-35 аяттар. Алла тағаланың бізге берген байлығын өсиет еткендей жұмсамаса. Келесі сұрақ бізді мүлде қуантпайды.
Өйткені бізден не жұмсағанымыз, және кіммен бөліскеніміз, зекет бергеніміз сұралады. Сіз өз өміріңізді Раббыңыздан алған байлығыңызды Құдайға берудің орнына өзіңіздікі деп ойлап өмір сүрдіңіз. Оны шын иелеріне бермей, мұқтаж адамдардан жасыруды таңдадыңыз. Алладан мұндай жағдайға түспеуін сұрау керек. Жасыратын болсақ, мал-мүлкімізді Алланың бұйырғанына сай тауып, жұмсамасақ, жәннат бізден жасырылады. Төртінші, содан кейін бізден бұрынғы үмметтерге парыз болған оразамыз туралы сұралады. Оразаны жақсы көріп ұстау керек. Бұл өте құнды. Аллаху Таала әрбір жақсылыққа 10 еседен 700 есеге дейін сауап беріледі. Бірақ ораза маған тән, оның қайтарымын мен беремін деді. Имсак және ауызашар уақыттарында тәмкин мерзіміне мән беретін дұрыс кестелерді қолдану керек. Айтқымыз келмесе, осы уақыт ішінде әртүрлі сылтаулармен ұстай алмай қалған оразаларымызды орындап, қазасын өтейік. Бесінші. Осыдан кейін бесінші кезең келеді. Бұл кезеңде бізден қажылық туралы сұралады. Зул-хиджа айының хилалын күту және арапа күнін дұрыстап анықтау керек. Осы кезеңде бізден қажылық немесе қажылық парызымыз туралы сұралады. Егер сіз қаржылық қиындықтарға байланысты оны кейінге қалдырсаңыз, оны қаржылық жағдайыңыз тұрақты болған кезде жасауыңыз керек. Егер біз кешірім сұрасақ, оны жасай аласыз. Жеткілікті болса да, біз қорқынышты салдарға тап болуымыз мүмкін. Жетінші, осы сұрақтарды өткеннен кейін бізге тазалық туралы сұрақ қойылады. Яғни Алла Тағала туралы алдыңғы 6 сұрақтан өткен болсақ, тазалыққа мән бергендердің қатарында боламыз. Осымен қиналсақ, алдыңғы сұрақтарға жауап беріп өтуіміз екіталай еді. Осы сұрақтардың барлығынан кейін тозақ мұндай адамдардың өз аумағында болуын сұрауға мүмкіндігі болмайды. Және жұмақ Алладан оларды өз тұрғындары етуді сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм шариф хадисінде көптеген адамдар сұрдан қалай тез өтіп кеткенін білмей, періштелерден сират қайда, тозақ қайда деп сұрайтынын айтқан. Біз шекарадан өттік пе? Періште жауап береді: сен сол жерде болған сираттан өттің, бірақ тозақ оты шегініп, сенің нұрыңмен жасырылды. Алла нәсіп етсін жұмаққа лайық болуымыз үшін. Бұл жер өте ұзақ сапардан кейін бірде-бір көз көрмеген, бір құлағымыз естімеген, және ешкім аспанды елестете алмайды. Таза және бейкүнә өмір сүру қиын емес. Ақыр заманның жағымдылығына қарсы тұру үшін де біраз шаралар қолдануымыз керек. Есіңізде болсын, біз сізбен бөлісетін барлық нәрсе шындық және міндетті түрде орындалады. Сонда жердегі уақытша тіршілік үшін ақыреттегі болашақ өмірімізді құрту керек пе? Сізге не маңыздырақ? Бұл жердің уақытша мие немесе мәңгілікке апаратын көпір. Осы аяттар мен хадистерге жүгіне отырып, сират көпірінен өту барша мұсылманға жүктелетінін айтқымыз келеді. Алланы әрдайым естен шығармай зікір етіп, намазда тұрғанда сират көпірінің үстінде тұрғандай елестете алу қажет. Сонда оқылған намазымыз жүректен шығары сөзсіз. Алланы естен шығармау арқылы құлшылық артып, иманымыз күшейе түседі, тозақ отынан құтқарар немесе түсірер. Сират көпірі жайлы қанықты болдыңыз. Ендігі жерде бар құлшылығыңызда ықыласты болып, ғибадатымызды арттырайық. Баршамызға жәннат бақшаларын көру нәсіп етсін.